Оқушылар, біз үйкеліс күшімен таныстық. Яғни үйкеліс күші дегеніміз дене қозғалған кезде жанасқан беттердің бойымен қозғалысқа қарсы бағытталған күшті үйкеліс күші деп атадық. Біз қазір осы үйкелістің үш түрімен танысамыз. Тыныштық үйкелісі, домалау үйкелісі және сырғанау үйкелісі. Тыныштық үйкелісі атына айтқандай тыныштықта, яғни тауда тұрған үлкен тастар қозғалмай тұр делік. Неге ол тұр? Өйткені ол жерде бір қандайда бір күш әсер етіп тұр. Яғни сол таудағы тастың сырғанау кетпеуіне үйкеліс күші әсер етіп тұр. Бұл тыныштықтағы үйкеліс деп аталады. Домалау үйкелісі бұл яғни домалайтын, яғни арбашаның аяғы, мәшиненің дөңгелегі айналатын, сол жерде пайда болатын үйкелісті біз домалау үйкелісі дейміз. Ал сырғанау үйкелісі бір дене мен екінші бір дененің арасында сырғанау арқылы пайда болатын үйкелісті сырғанау үйкелісі деп атаймыз. Енді осы үйкелістерді біз өмірде, техникада көбіне кездесіп жатамыз, ұшырасып. Осы үйкелістердің біз айтып отырған бірнеше түрімен өмірде кездесеміз. Мысалы, кедір-бұдырлы бетте үйкелісті біз азайтуға болады, немесе көбейтуге болады. Мысалы, қарастыратын болсақ, манағы үйкеліс, яғни мысалы мұз айдынында зырғанап жүріп делік. Сол мұз айдында зырғанап, егерде сол жердегі мұздың үстін тазаламаса, үстіндегі өте көп жаңағыдай кедергілер пайда болатын болса, біз сырғанай алмаймыз. Өйткені ол жерде үйкеліс көп деген сөз. Үйкеліс көп болған сайын біздің сырғанауымызға әсерін келтіреді. Біз құлап қалып, манағы әдемі сырғанауымызды көрсете алмаймыз. Немесе ол кей жағдайларда бізге пайдалы болады. Ол дегеніміз не? Мысалы, өмірде қысты күні, мысалы, жаңбыр жауып, жердің беті қатып қалды дейік. Сол қатып қалған мұздың үстінде машиналар зырғанап, жүріске түсе алмайды, яғни жүре алмайды. Сол жүрген кезде, немесе сіз мектепке келу үшін манағы зырғанақтың үстінен тайып құлап қаласыз. Бұл жағдайларда не істейміз? Біз үйкелісті көбейтуіміз керек болады. Бұл үйкелісті көбейту үшін біз сол жердегі манағы мұздың үстіне топырақ, немесе тұз, немесе жаңа песок деп айтып жатады, соларды төгу арқылы үйкелісті көбейтемізде біздің жүріп тұруымызға ыңғайлы болады. Сонда көріп тұрмыз ба? Үйкеліс кей жағдайда пайдалы, кей жағдайда зиян. Яғни біздің өмірімізде жүріп тұруымызға пайдалы болғанмен, мұз айдынында ол сырғанауға кедергісін келтіріп тұр. Сондықтан біз сырғанайтын кезде оның тегіс, жылтыр болғанын қалаймыз да, ал өмірде кәдімгі жүріп тұруымыз үшін ол сырғанақ бізге не болу керек? Кедір-бұдырлы бет болу керек. Міне осындай алып отырған үйкелістердің түрін біз сапалық ретінде қарастыратын болсақ, енді біз сол үйкеліс күшін сандық мән ретінде қарастыруымыз керек. Ол үшін бізге қандайда бір болмасын, кез келген бір дене керек. Осы денені динамометрдің көмегімен F тарту күші арқылы тартатын болсақ, оған кері бағытта, қарама-қарсы бағытта үйкеліс күші әсер етеді. Бұл жердегі тарту күші мен үйкеліс күші екеуінің сандық мәні жағынан тең болады. Енді осы жерде манағы алып отырған денемізге тіректің реакция күші менен нормаль күші әсер етеді. Бұл жердегі тіректің реакция күші менен нормаль күші екеуі өзара бір-біріне тең болады. Және бұлардың бағыты сандық мәні жағынан ауырлық күшіне тең болады. Сонда N тең болады, F A-ға тең болатын болса, біздің өтілген осыған дейінгі ауырлық күшіміздің формуласы mg-ға тең болады. Сонда осы жерде пайда болатын үйкеліс күшін анықтайтын болса, mu көбейтілген mg бірінші формула, немесе F үйкеліс тең болады, яғни үйкеліс күші mu көбейтілген n. Мына жердегі n-ді біз жаңа нормаль күші деп алдық қой. Осы нормаль күшін ауырлық күшіне тең деп алғандықтан mg деп те ала беруге болады. Біз осы есеп шығарған кезде осы жердегі екінші формуламен немесе бірінші формуламен де есептей аламыз. Осы жерде пайда болатын таңс емес әрі mu деп оқылады. Бұл үйкеліс коэффициентін білдіреді.
үйкеліс коэффициенті. Үйкеліс коэффициенті оқулықтарымыздың артқы бетінде әрбір дененің өзіне тән үйкелісі болады. Мысалы, матаға денені жылжытқан кезде ол басқаша үйкеліс күш беруі мүмкін, үйкеліс күші, яғни басқаша тудыруы мүмкін үйкелісті. Немесе жаңа зімпара деп айтамыз, наждакта басқаша болуы мүмкін, ағаштың бетіне құм төсегенде ол басқаша беруі мүмкін. Міне осындай алып отырған жаңа әрбір аталған зімпара, немесе мата, болмаса песок, болмаса тұз, міне осылардың барлығының өзіне тән үйкеліс коэффициенті болады. Оны есептер шығарған кезде пайдалануға болады. Және сонымен қатар үйкеліс күшінің өлшем бірлігі ретінде Ньютон қарастырылады.